Сәлем достар, бүгін біз сіздермен сабақ өтуді үйренеміз, яғни баған түрінде қосуды. Біздің арнаға жазылуды және лайк басуды ұмытпаңыздар. Қане онда кеттік, баған түрінде қосамыз. 53-ті 17-ге, яғни екі таңбалы сандарды баған түрінде қосамыз. 53-ті 17-ге қалай қосамыз? 53-ті 17-ге алдымен 53-ті жазамыз, қосамыз, астына 17-ні жазамыз. Астын сызамыз. 7-ге 3-ті қоссақ қанша? 7-ге 3-ті қоссақ 10, 0-ді жазамыз, 1-і ойда. 1-ге 5-ті қоссақ қанша? 6, ойдағымен 7. Яғни бізде 53-ті 17-ге қоссақ 70 шықты. Ал енді 99-ға 67-ні қосамыз. 99-ды жазамыз, астына 67-ні. Астын сызып аламыз. 9-ға 7-ні қоссақ 16, 6 жазылады, 1 ойда. 9-ға 6-ны қоссақ 15, ойдағымен 16. Көрдіңіздер ме достар? 99-ға 67-ні қоссақ 166. Міне біз сіздермен баған түрінде қосуды үйреніп алдық. Арнамызға жазылуды және лайк басуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.